Әлем күнге теріс қарап жатып қалды. Ұйықта жаным. Жүрегімде бір өлең қатып қалды, жаттамадым. Неліктен өмір бүгін тоқтай қалды? Білмей қалдым. Сен ғана мені сақтай қалдың, өлмей қалдым. Мына жазды Тәңір білем күзетерін. Сен тәтті түстер көрші күзетебін. Жаңбыр бүгін жаумай қалды, салмай ізін. Періштеде яумай қапты сенің жүзің. Мекенің түс әлемі, қандай күйің? Бір жерде кісі өледі, сондай қиын. Мен оған дұға қылдым жалындата, мына түн шұға сынды қалың мата. Ғаламтор желісінде кеңінен тарап кеткен осы өлеңнің авторын бір адам білсе, бір адам білмес. Ал білетін, танитын әріптестері оны интернет ақыны дейді. Расында да оның даңқын шығарған ғаламтор желісі еді. Жас ақындардан кім бар өзі деген сұрақтың жауабы да осы Ақберен Елгезектің есімінен басталады. Ең көп оқылатын ақынның аты жөнін естігеніміз болмаса, оның өмірі бізге мүлде беймәлім. Сондықтан біз ақынның жалпы көпшілік біле бермейтін құпия әлеміне саяхат жасауды ұйғардық. Көп адамдар өлеңдерінде оқымай жатып түсініксіз, ғарыш туралы жазады. Ішінде бәленбай адамға бөлінген деген сияқты бір сондай бір әділетсіз бір түсініктер қалыптасып қалған негізі мен шығармашылығым жайлы. Шындығында олай емес. Мен өлеңдерін оқыған адамдардың бәрі айтады. Кәдімгі қазақи өлеңдер енді ішінде көбірек бір ұғымдар бар шығар, ауырлау келетін, бірақ шындығында оның бәрі өмір жайлы енді. Өмірін өзі оңай дүние емес қой. Ол туралы жеңіл жазу үшін. Өмір өте күрделі. Ақберен Елгезек, ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының және Алтын қалам қоғамдық сыйлығының егері, Көлеңкелер көбірі атты өлеңдер жинағының және болмаған балалық шақ повесінің авторы. Жұрт өлеңді оқи салады ғой. Осындай өлең керемет де мүмкін, түсініксіз де мүмкін, бір сыншылар сынап жатады. Бірақ ол қандай ішкі процестерден, ішкі бір күйзелістерден дүниеге келген нәрсе екенін білмейді. Біз мына күнделікті көріп жүрген көшені Ақберен өлеңнің жолына теңейді. Көше деген әрбір көше жыр жолы, әр көше жыр жолы түп түзу, көліктер қозғалған әріптер дейді. Мысалы үшін көз алдыңа келеді. Көз алдында қимылдап, сонда көліктер өлеңнің әріптері сияқты. Бұның өзі ақынның ізденісінің сәттілігін байқатады. Мен ойлардан құтылу үшін жаздым. Сосын Қадыр Мырзалиевтің бір жақсы сөзі бар ғой. Мен өмір сүріп жүрген жоқ, мен парызымды өткеріп жүрмін деген. Мен тура сөйтіп айта алар едім. Ақберен өлеңде жұрт айту түгілі ойлауға қорқатын батыл мәлімдемелер жасады. Оның өзіндік себебі бар.
бала кезден өлімнің тым жақын екенін сезінді. Анасы бола тұра жетім өсудің қандай болатынын ерте түсінді. 4 жасында әкеден қалған бала Ақберен Алматы қаласынан Үржардағы нағаш жұртына анасы, әпкесі, ағасымен бірге көшіп келеді. Бұл жақта да оның отбасын тағы да бір ауыр қаза күтіп тұрғанын ол кезде Ақберен білген жоқ. Данышпан деген ағам болды, оны Дакай дейтін, мен Акай дейтін. Ол енді 8 жасында кетті. Менің қолымда кетті ол кісі. Мен ол кезде 6 жастамын. Енді осыдан кейін есептей беріңіз, адамның санасы қандай болу керек бұдан кейін. Ақбереннің әдебиет әлеміндегі лақап аты Көксерек. Жазушылар одағына мүшелікке өткенде ол бұл есімді әлде бір ішкі бейсана түйсікпен таңдады. Көксерек көркем фильміндегі Құрмаш бейнесінен ол өзін көретін. Бұның не? Саған не болған? Жылама, жыламаш Құрмаш. Бұның не сен? Жылама балам. Ағасы қайтыс болғаннан соң, нағашыларында жападан жалғыз қалған Ақберенді анасы жаңа отбасына алып келеді. Өгей әкенің жан түршігерлік озбырлығынан кейін Ақберен ешқашан өзінің балалық шағы болмайтынын түйсінді. Адамдар арасындағы жалғыздық бұл ең қорқынышты жалғыздық. Оның жүрегін өмір бақи бір сағыныш кернеп жүретін. Бала ақын өзі жаралы бола тұра, өзгелердің жанын нұрландырғысы келді. Оның қолына қалам ұстатқан тағдырдың өзі еді. Оны жалғыздық пен сағыныш ақын етті. Мен жалпы әкеме деген сағыныш бозбала кезімде қатты жүреді. Енді ол кез келген осындай тағдыры бар ер балада болатын процесс деп ойлаймын. Тіпті қатты сағынған кезде кәдімгі ауыратын. Ана әкемнің суретін ұзақ қарап, бұл кісі былай қараған кезде көзі былай қиылады, қиығы. Күлсем мынандай болады, күлсем мәселен мына көздерінің жағында мынандай әжімдер пайда болуы мүмкін. Шашын тараған кезде, сөйлеген кезде дауысын елестетіп, сондай кәдімгідей бұл депрессиялық бір ауру болды. Кейін ол кісі түсіме кіріп, маған ұрсатын сосын. Мен өлген жоқпын, мен бір жақта жүрмін, мені көп сағына бермеді. Анамды қатты сағынатын әрине, ол бәлкім әкемнен де қатты сағыныш болған шығар. Мен әлі күнге дейін жастықты құшақтап жүрдім. Сол қалып қалғанда бала кездегі. Қана мамамды құшақтап жатқан сияқты. Мен сені Тәңірден сұрадым, мама, осы арудың құрсағына бітемін деп. Мен сен үшін талай жыладым, мама, ақынның анасы болып өтеді деп. Мен сені жұбата алмаймын, мама, арайлы бір таңың атады деп. Мен бұл өмірді ұната алмаймын, мама, қабырғама бар мұңы батады кеп. Мен өмірді сонда да сүйіппін, мама, сыздайды тек іште. Жарам ғана, мен бар мұңнан биікпін, мама, мен үшін алаңдама. Бұл өмірде қаяқын жарыған, мама, жүрген соң тағдырдың өтінде көп. Бар болмысым өзіңнен дарыған, мама, сен ғарышты туғаныңа өкінбе тек. Сен мені қазаққа сыйладың, мама, ғажаптардан қағылсаң да. Мен сен азапқа қимадым, мама, қанша жыл сағынсам да. Әйтпесе білсең ғой жаным, мама, ішім менің шексіз әлем. Бұл менің сорым, әр бағым, мама, жанарымдағы өксік өлең. Ішім менің гүлдерге толы ғой, мама, нұрға да толы, жүрегім ақ. Біздің тағдыр азап жолы ғой, мама, әйтеуір тілегім ақ. Әкем Тәңір, өзің ұмайсың, мама, ал мен Құдайдың баласымын. Сен бәрібір маған ұнайсың, мама, көзімдегі қарашығым. Оның көп дау туғызып жүрген
әкем құдай, шешем ұмай, мен құдайдың баласымын деген бір өлеңі бар. Мысалы үшін соны да түсінуге болады. Ол бұл жерде құдайдың баласы дегенде Иса пайғамбарды айтып жатады. Оған енді сол жағынан келіп сын айтушылар аз емес. Ақын ол шабыттың үстінде отырғанда әлемді алдына алып, дүниені өзі әлдейлеп, болмаса мынау найзағайды өзінің қолымен қағып, бұлтты алақанымен ысырып, жердің шарын қақпақыл қылып, жұлдыздардың орнын ауыстырса да, жаңағындай жарқыратып дегендей мәселелер ақынның өзінің қолында келетіндей, бұл ақын шабытты кезінде құдіретті күшке ие. Ақын ішкі күйзелістерден арылу үшін болмаған балалық шақ повесін жазуға отырды. Бұл повест жай ғана ойдан құрастырған көркем дүние емес, оның тағдырын айна қатесіз көшірген ащы шындық еді. Тіпті шығармада кейіпкерлердің аты жөні де өзгертілмей берілген. Әдеттегідей қойдан кеш келіп үйге кірдім. Босағада біздің үйдің емес, басқа бөтен әйелдің аяқ киімі тұр. Әдемі топылай, әппақ. Біреуі құлап, біреуі тік тұрған қалпы әлі көз алдымнан кетпейді. Тұмсығы шүкір ортасы жуандау болатын. Сағыныштан сарғайып жүрген санамда мама деген сөз найзағайдай жарқ ете қалып, көз алдыма мейірімді шешемнің бейнесін әкеле қалды. Ентіге үйге кірдім. Маған арқасын беріп, жеңгемен шай ішіп бір әйел адам отыр. Дене пошыма менің шешеме ұқсас. Шашы қоңыр, бойы аласа. Шешемді көрмегелі аттай 3 жыл өтті. Сол, келді, сағынған екен ғой. Шешемді жек көре бастаған өзімді кінәлап, мен іздемейтін не істеп кінәлап жүрген, әй, мен де ақымақпын ғой деп қоям. Түсінікті емес пе деп ойлап тұрмын. Қалаң жібермеді оны. Оның үстіне маған келетін қаражаты да жоқ шығар. Бүгін келді ғой. Мен барлық өкпе назымды ұмыттым. Мен оған керекпін. Анам келді. Мен үшін. Әй бала, мынау құдайым ау, не деп бала? Ақош, бұның не ят болады? Қалия, мынау сенің қайның ба? Не болды дейді, не болды жабысып? Мен осы кезде ғана көзімді аштым. Жүрегім дір етіп, тоқтап қалды. Бірнеше секундқа. Сөйтсем әйелге әйел менің шешем емес, көрші ауылда тұратын біздің құдағиымыз екен. Кіретін тесік табылсайшы осындайда. Сүріне қабына сыртқа атып шығып кетіп, біздің қораның артынан басылатын ұлы даланы басыма көтеріп, еңіреп қаша жөнелді. Қорада жүрген атамның, әй шешек атқыр, не боп қалды деген сөзі құлағыма жетті. Оған да қарағам жоқ. Адамдардан, мына ауылдан, жеңгемнен, ана сары қарын құдағиымыздан, өмірден, өзімнен, бәрінен безіп, ақырып жылап келем. Қанша қорлық көрсем де, қайтпай қайсарланып тұрушы едім. Бұл менің адам құсап алғашқы шер тарқатып жылаған күнім еді. Осы оқиғадан кейін мен анамды күтуді доғардым. Ал жүрегім сағынуды қоя алмады. Болмаған балалық шақ, бұл енді менің ішкі трагедиям, менің тағдырым. Оны шығармасқа болмайтын болды. Өзі елестер, естеліктер, бұл кәдімгі ой энергиясы, ішті мүжіп жеп қоятын. Мен әлгі көп оқырмандарым болмаған балалық шақты оққаннан кейін мен сіздің өлеңдерін түсіне бастадым деп жазады мысалы. Әсіресе бізге замандастардың әсер берді. Өйткені біз осы шығарма арқылы Ақберен Елгезектің жоғарыда айтқанындай қалыптасу кезеңін көрдік. Оның, яғни тақыр жерге шөп шықпайды дейді. Я болмаса бақытсыз балалық керек деді ғой. Дәл сол нәрселер көптеген сондай бір
әдебиетке аса қажетті элементтер мен компоненттер әдебиет адамына аса қажетті болашақта. Сол кезде оның өмірінде болған. Болмаған балалық шақ деген повесі арқылы Ақберен өзінің тағдырын танытты оқырмандарға. Сол Ақбереннің поэзияға қалай келгенін прозасымен ол поэзиядағы шығармашылық тағдырын прозасы дәлелдеп берді. Яғни Ақберен өзінің басынан кешпеген нәрсені, қияли дүниені жазады деген нәрсеге сенбейді. Қала, сен бе күрсінген үйлерің бе? Бір тылсым бар көлеңкі билеріңде, түйсігімде боздайды қобыздармың, абыздардың тарталмас күйлеріндей. Дала, сен бе жылаған жусаның ба? Кім билеп жүр төсіңде, қусағым ба? Анау ару анам ба теріс қарап? Кімді қысып барады құшағында? Аспан, сен бе жөтелген бұлттарың ба? Мұз қатып тұр неліктен мұрттарыңда? Анау жігіт әкем бе басын шайқап, қабақ шытқан арақтан ұрттарында? Жаным, сен бе сөйлеген тәңірім бе? Қырық құбылған алаң бар көңілімде. Анау бала өзім бе жаутан көзді, жылылықты сезбеген өмірінде? Дәуренімді өшірген алақайлы, талай сұмдық көрсемде талапайлы. Мен әлдегімді кешірем, бірақ қалай жұбатамын іштегі балақайды. Тағдырының өзіне осынша қатал болғанында ол кейін түсіне бастады. Ол оны ақын болуға тәрбиелеп жатқан екен. Өте өкінішті, бірақ мен ұстазым болған жоқ, ешқашан. Мен ұстазым өмір. Мұғалім мен ұстазды шатастыра алмайтынымызды білеміз ғой. Ең ұлы ұстаз өмір ғой. Бірақ ол өте қатал ұстаз екен. Жұмсақ түсіндірмейді ештеңе. Бірден басынан бірақ ұрады, сосын өзін түсініп аласың. Бірақ ешкім ұмытпайсың, оның тәрбиесі өте жұғымды шыны керек. Адамның қас-қабағына қарап өскен сезімтал ақын жаны адам бойындағы асыл қасиеттерді тануға бейім. Ол сол қасиеттерді тануымен де ақын, сол адамдық қасиеттерді бағалауымен де жоғары өзгелерден. Бәлкім оны танып тұрған іштегі бала көңіл, риясыз, кіршіксіз бала көңіл. Ақберен шын мәнінде бала сияқты. Шын мәнінде енді мұны көріп алған соң маған ренжитін шығар, сен мен бүкіл Қазақстанға бала деп айттың. Бірақ бала сияқты ол. Балалық деген не нәрсе? Балалық деген көп ретте тазалық қой бұл. Бұл адалдық, бұл сенгіштік, бұл еш нәрсені жамандыққа қимаушылықтан, яғни бұл барлық нәрсені алғаш Құдай жаратқан формасында қабылдаудан туатын нәрселер ғой. Мен адамның тазалығын бағалаймын. Себебі тазалыққа байланысты, тазалыққа көп нәрсе байланысты. Егер адам жаны таза болса, ол адал. Ол жақсы дос болады, ол жақсы жар болады. Ол ұлтына пайда тигізе алатын адам. Бала кезден тағдырдан мұндай соққы көрген адамдар көп жағдайда өз болмысын жоғалтып алады. Ақберенде керісінше, тағдыр тәлкегін көрген сайын мінез бітімі құрыштай шынықты. Мемлекетшіл, адал, ұлтшанды ақын қалыптасты. Кентавр атты әдеби газетін шығарды. Білім және ғылым министрлігінде, Алматы қаласының әкімшілігінде мемлекеттік қызметте істеді. Қандай лауазымды қызметте жүрсе де, оның басты ұстанымы адалдық болып қалды. Ақберен бүгінде Ұлт KZ сайтының басшысы. Мен үшін ұлт сүю деген ол өзін сүю ең алдымен. Өзің тегін сүю, өзің тарихын сүю, өзің салт дәстүрін сүю, соны дәріптеу, құрметтеу, насихаттау.
адам өз өзін сүймесе, ол ешкім сүйе алмайды. Адам өз ұлтын сүймесе, ол басқа ұлттарды да сүйе алмайды. Ол ешкімге дос бола алмайды, ол ешкімге жанашыр бола алмайды, ол ешкімге туыс бола алмайды. Сол себепті ең алдымен ұлттың болашағын ойлау, ұлттың тағдырына алаң болу, ол өзінің тағдырына ең алдымен алаң болу деген сөз. Өмір оның жүрегін қатайта алған жоқ. Нәзік, жараланғыш аңғал. Бұл қасиеттерсіз ақын болу мүмкін емес. Бақытсыз балалық шақ оны әлемге өз көзімен қарауға үйретті. Бірақ ол еш нәрсеге өкінбейді. Тәуелсіз елдің ақыны бүгінде ешкімге тәуелсіз шығармаларын жазумен айналысуда. Қандай өлең жазам деймін, немен айналсам, қандай шығармалар жазам, ол шығармаларым неге арналады, ол мысалға мемлекет тарапынан қазір бізге ешқандай шектеу жоқ. Тәуелсіздік ең алдымен еркіндігімен қасиетті. Бұл біздің ұлттың жер бетінде өмір сүру құқы бар екенін, оның өзінің тілінде сөйлей алатындығы, өзінің әдебиеті болатындығы, өзінің тарихын зерттей алатындығы және болашақта ешкімнен қорықпай, ешкімге тәуелді болмай, өзінің тағдырын сомдай алатындығымен құнды. Екіншіден мен тәуелсіз елдің алғашқы тәуелсіздік таңында ер жеткен ұрпақтың бірімін. Оның қиыншылығын да көрдік, қазір барлық жетістіктерін көріп жатырмыз. Біз негізі бақытты ұрпақпыз. Ол тәуелсіздікпен бірге ер жетіп келеді. Тағдырдың қиыншылығы артта қалды. Мүмкін әлі де талай қиындықтар күтіп тұрған шығар. Бірақ ол кедергілерден қорықпайды. Бүгінде Астана төрінде өзінің ұлттық идеяларын жүзеге асыру үшін қызмет етуде. Әрі өзі өмір сүретін қаланы, мемлекетті, тәуелсіздікті шексіз сүйеді. Маған ұнайтын, оның астында бір стихия бар. Боранның стихиясы бар, жаңбырдың стихиясы бар. Кез келген 4 мезгілді кәдімгі адам сияқты өмір сүресіз. Бұл енді таза табиғатын айтып отыр. Ал енді оның құрылысы, ол шындығында адам таңғалатын. Бұл қазақ өз тәуелсіздігінде тәуелсіз болып тұрған кезде ұлттың үлкен жеңіс. Бұл әрбірінен соң Астана әлі күнге дейін ұлттық идеяның орнында келе жатқан қала. Ұлтжанды мемлекетшіл іскер Ақберен поэзиясының өзіндік музыкасы бар. Оның поэзиясы мүлде ерекше, бөлек ноталардан тұратындай әсер қалдырады. Өз әлем сияқты өлеңдері де оқшау, өзгеге ұқсамайды. Әр заманның өзінің ақыны болады. Әр заманның өзінің күйшісі, әншісі болмаса. Сондықтан мен енді айтар едім, Ақберен өте алғыр, талғамы, танымы, мынау өзіндік жаңалығымен, өзіндік қолтаңбасымен келген. Ойы да ұшқыр, соның кейін. Логикасы биік, орысша, қазақша. Өте алғыр, үлкен ақын дерем. Тағдырдың пошымен басқаша елесте алмаймын. Басқаша болса, мен өзім жек көретін бедім. Өйткені осы Ақберен маған таныс. Мен бұл Ақберенді жақсы білемін да. Ал басқа Ақберенді, ол өз-өзін білмейтін, өз-өзін танымаған Ақберен маған керек емес. Сондықтан мен тағдырыма ризамын, тағы да айтамын.